Сәлем достар, мен сіздерге бүгін to be етістігін түсіндіріп бергім келіп отыр. To be. Бұл қазақ тілінде баламасы жоқ, ерекше бір етістік. Ағылшындықтар мен, сен, ол, біз, сіз, олар деген есімдіктерді қолданған кезінде to be етістігін қоса қолданады. Мысалға, мен сіздерге жіктеп берейін. Мен, I am, мынау am, to be'дің түрленгені. Сен, you are, ол, міне осы жерде қараңыздар. Ол, егер жігіт болса, he is, қыз болса, she is, және жансыз не болса, it is деп to be түрленеді. Көпше түрде біз, we are, сендер, you are, және олар, they are деп түрленеді. Енді қызықты қараңыздар. Сен, сендер, сіз, сіздер, ағылшын тілінде бір. You are болады. You аны қазақшаға аударатын кезде міндетті түрде мәтіннің мағынасына мән беру керек. Енді бұл осы шақта пайдаланған кезде қолданылатын сөздер. Дәл осыны to be'ді өткен шақта түрлендіретін болсақ, мен деген I was болады. Сен, you were, he, she, it was болады. Үшеуіне де. We were, you were, they were. To be келер шақта бұлай түрленбейді, тек қана will be болады, немесе shall be. Бұл келер шақта. I will be, you will be, he, it, she will be, немесе shall be деп қолдана беруге болады. Егер сіздерге видео ұнаған болса, өздеріңізге сақтап қойыңыздар, әрі лайк басыңыздар. Осындай тағы да ағылшын тілінің грамматикасының қыр-сырынан хабардар болғыларыңыз келсе, колокольчикті басып қойыңыздар. Қоңырауды басып қойыңыздар. Мен сіздерге видеолар жариялап отырамын.